Айман Байділдаева Бескөл ауылында өзіне өзі қызмет көрсететін көлік жуатын орын ашты. Кәсіпкер ауыл аманаты бағдарламасы арқылы 5,5 миллион теңге көлемінде несие алған. Қаражатты қажетті құрылғы алуға жұмсаған. Сонымен қатар 2 адамды жұмыспен қамтып отыр. Ауыл аманаты бағдарламасы туралы жаңалықтардан естіп, СБК солтүстік орталығына хабарластым. Сол жерден 2,5% жеңілдікпен берілетін несие жайлы біліп, өзіміздің бұрыннан жобада жүрген автомойка көлік жуу орталығын ашуға 5,5 миллион құрылғыға оборудованиеге 5,5 миллионға Алматыдан Италия фирмасының құрылғысын алдық. Бұл Бескөл ауылында өзіне өзі қызмет көрсететін алғашқы көлік жуатын орын. Ол жол бойында орналасқан. Бұл жерде 1-3 көлік жууға болады. Жүк көліктерге арналған орында қарастырылған. Төлемақы қабылдайтын арнайы аппарат орнатылған. У него 3 функции. То есть ложишь сюда денежные купюры в бумажном виде, а здесь мелочью и QR есть еще. Вот сюда просто если мелочи кинуть, вот так, все, он съел. Все, теперь можете нажимать вот так вот 100 тенге я закинул. Көлік жуатын орынға итальяндық құрылғылар Алматыдан жеткізілген. Бұл жерде көлік жуып қана қоймай, ішін тазалайтын шаңсорғыштар да орнатылған. Ең жақсы сапалардың қатарында болған. Өзі жуады. Бүткіл жаңа ішінде операциялары бар. Қазіргі заманға сай. Енді оның жаңа жуатын химияларына да байланысты жақсы әртүрлі. Сондықтан біздің халыққа оңайды деп сенеміз. Өткен жылы Солтүстік әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы акционерлік қоғамының ауыл аманаты бағдарламасы аясында 1,8 миллион теңгенің 236 өтініші мақұлданған. Ал Қызылжар ауданында аталған бағдарлама аясында 45 адам кәсіп ашқан. Жалпы бөлінген несие сомасы 398 миллион теңгені құрады. В прошлом году выдавали займ. Былтырғы жылы қарыз жылдық 2,5% мөлшерлемесімен берілді. Қарыз берудің максималдық мерзімі 7 жыл. Бұл мал шаруашылығы жобаларына беріледі. Ал қалған бизнес жобаларға максималды 5 жылға беріледі. Көлік жуатын орын тәулік бойы жұмыс жасайды. Кәсіпкер Айман Байділдаева жақын арада шина жөндеу орталығын ашуды да жоспарлап отыр. Сәлима Жұманғалиқызы, Қазбек Арықбаев, Первый Северный.